Таңғыттардың өз жеріне өзгелердің өлігін қойдырмайтын бір әдеті бар екен. Қойған өлікті қопарып алып, айдалаға лақтырып тастайды. Сол үшін де қазақтар өлген кісілерді ұрлап жерлеуге тырысып, көмген жерден еш белгі қалдырмай жаймалап кететін болды. Таңғыт таласында талай боздақ моласыз қалды. Мұз түйіршіктелген тұман шудасы қаңтардың қалшылдаған бурасындай астына басқан тауларды қозғалтатын емес. Ышқына соққан боран, сусылдаған қарлы құйын көтеріліп, аспан мен жерді тұтастырып жібергендей бүкіл дала алапат күй кешті. Бұл жер сырын білетін таңғыттарға оң ұпай сыйласа керек. Көштен бөлініп қалған аш-арықтары мен әлсіздерді атқанын атып, шапқанын шауып, олжалағанын өңгеріп әкетіп жатты. Ашынған долы ашыққан ұры болады дегендей, қазақтар да есесін жіберетін емес. Алдынан кезіккен таңғыт ауылдарының малын бұлап, қой мен сиырын сойып жеп, қодастарын қорқылдатып мініп алатын болды. Алмағайып заманның жеңісі мен жеңілісіне кезек-кезек мойын ұсынған далалықтар тарпаң табиғаттың құшағында бірінің қанын бірі шашып, тайталасып отырды. Осындай ауыр күндердің бірінде Елісқан зайып тәйжінің әл үстінде жатқанын естіді. Әттеген-ай, ел сыйлаған дана қариялардың бірі еді. Мынау жау-жалам күндердің алдынан шығып, аман сәлем жасауыма да мұрша бермегенін қарашы. Енді бармасам болмас, деп атына қонды. Зор, мығым денелі, қып-қызыл дөңгелек шырайлы баяғы өңі мүлдемге жоқ. Арса-арсасы шығып, бетіне көлкіген ісік пайда болыпты. Зайып тарамыстана жарылған сүйекті алақанымен Елісқанның қолын қатты-қатты қысып, көзіне жас алды. Шаралы жанарын бұдан алмай, талай-талай ойдың басын шалып, көкірегіне жиналған мұңды серпуге дәрмені жетпей, жүдеу қарайды. Баркөл болып тұрғанда, әліп, зайып болып тұрғанда есемізді кімге жіберетін ерлер едік. Біріміз Баркөлдің басын, біріміз аяғын жастанып, 8 қабат үзеңгімізді шіренгенде бетімізге кім түзу қарай алушы еді. Енді міне, тағдырдың асау желі айдап, туған мекен, өскен ортамнан алыстап, екі дүниенің ортасында жаутаңдап жатқан түрім мынау. Оның көздерінен толқыған күлдей көп сырдың ұшығын сезген Елісқанның көңіліне де көк тұман үйірілді. Елдің осы бір күйзелісті күйіне өзі кінәлі болғандай, Зайыптың қолдарын қос қолдай ұстап, тізерлеген күйі отырып қалды. Аңғарлы қарт та оның жанын арпалысқа салған жүрек жарасын тез аңғарса керек. Жөткірініп алып, баяу қоңырүнмен сөйлеп кетті. Балам, бәрі де тағдырдың ісі. Ешкім біреуден сұрап алған жоқ. Өз еркімізбен басталған іс болған соң өкінішіміз болмау керек. Десе де, пенде болған соң кейде жылаймыз, қамығамыз. Бірақ сол жылаумен қамығумен орнына келетін іс бола ма? Қазақта тәуекел түбі қайық, өтесің де кетесің, уайым түбі теңіз, батасың да кетесің деген жақсы сөз бар. Тәуекелден басқа жол жоқ, армансыз адам болмайды. Жау қолында шырылдап кеткен қатын бала үшін жанымды шүпірекке түйіп көрмақ атысып едім. Айырып алып қала алмай қапы қалдым. Сол бала-шағаның көз жасы ішімде көлкіп тұрған сияқты. Мені меңдетіп бара жатқан дерттің бірі сол. Осын айтқан ол бір сәт булығып қалды. Қатты-қатты жөтеліп, қинала күркілдеді. Өніне сырыл араласып ентіге сөйледі. Қайда барсақ, қанды құрғын лақтырған сұрқай күндер қажытып жіберген бе? Өзіңмен бірге осы жұртты елі тыныш, жері шұрайлы жайлы қонысқа жеткізсем деп едім. Сол арманыма жетпей кетіп барамын. Қайтайын. Ғұмыр деген қамшының сабындай қып-қысқа дүние екен, сынаптай сырғып өтіп барады. Ендігісін Құсыман екеуіңе тапсырдым. Құсыман сенен бірнеше көйлек бұрын тоздырса да, кейде ағыны қатты асау өзен сияқты. Сен жаста болсаң көпті көрдің, сабырға шақырып қамшының ұшын бере жүр. Дүние деген берекеге тоқтайды. Береке бірлік болса, бәрі болады. Біздің түбімізге жеткенде сол берекесіздік. Баркөл елін қанғақсатып, бәрімізді үркіткен Абай сұмды да, Кеңес қызыл үкіметі кері қайтарып алып, өзгені аямаған оны да тас түрмеге тығыпты деп естідім. Алтайдағы төрт орынның бірінен шыққан Мәмидің тұқымы Әнуар да
Қытайдың сойылын соғып көрінгенге әңгір таяқ ойнатып еді. Шыңшысай оның да түбіне жетіпті. Ағаң Адубай сенен қалай бөлініп кетті? Тумасамда туғандай санаған Қасым Батыр да бір шүйкебас жесірді маған бере қоймадың деп Мабуфаңның қолтығына кірді. Одан опа тапты ма? Залым нүнген оны да жалғыздал мырышпен жайратып салды. Сабырбайдың Құсыманы мен Ильяз дүрбеге таласып, ел екіге жарылып еді. Не марқадам тапты. Мейірімхан мен Тұрды бір жаман мылтыққа таласып, бөліне көшкенде бөріге жем болды. Төрімнен көрім жуық жатып, бәрін ғайбаттайын деп жатқаным жоқ. Берекесіздіктен талай қазақ ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетті. Осы жағын естерің алып, сабақ қылсын деп айтып жатырмын. Сөзі осы араға келгенде зайып айтарымды айтып болдым-ау дегендей кеңірек тыныстап, көзін ыс түтіннен қарайған торлықтың үзігіне қадап, бір қауым үнсіз жатты. Сосын сырттан Құсыманды шақыртты. Елісқан екеуіне алма-кезек қарап. Жаңа мына Елісқанға бәр-бәрін айттым. Ендіге елге ие болатын екеуіңсіңдер. Менің көзімше қол алысыңдаршы. Көңілімнің ақ боран аңыраған жыртығына жамау болар мекен? Елдің ендігі жүгін қос нарым арқалап бара жатыр деп, ақиретке алаңсыз кетейін, деді өні дірілдей шығып. Елісқан, аталық ақылыңызды ешқашан ұмытпаймын, разы болыңыз, бізге сеніңіз, деп орнынан тұрып Құсыманды қапсыра құшақтады. Зайыптың көз жиегі суланып, жанарынан соңғы рет мейірленген ұшқын жылт етті. Елісқан мен Құсыман сыртқа беттей беріп еді, үй ішіндегілер шу ете түсті. Олар Зайыптың алаңсыз ұйықтап жатқандай жылы жымиысты жүзінің салқын, суық тартқанын байқады. Бір тайба елге көсем болған сабырлыда салиқалы қарт, қатыгез ажалдың құрығын әлініп, қайырылмастан кете барды. Зайыпты жалғыз жібермеймін дегендей осы арада секей бастаған бір топ адам да о дүниелік тұрағына асығыс аттанды. Таңғыт жотасының аязды аспанына қалықтаған шерлі жоқтау, күңіренген жылау, зарланған үндер көпке дейін үзілген жоқ. Жәди Шәкенұлының Қаралы көш романынан үзінді.